Достар, қайырлы күн. Бүгін біздің кезекті подкаст және талқылайтын мәселеміз интернеттегі алаяқтық. Қазір смартфон арқылы өзгенің мүлкін жымқырып жүргендер көп. Интернеттегі алаяқтардың құрбанына айналмас үшін не істеу керек? Міне, осы тақырып төңірегінде бүгін әңгіме өрбітетін боламыз. Подкасттың ерекшелігін айтып өтейін, спикерлер өздерін өзі таныстырады. Ендеше мен бастайын. Менің есімім Балауса Мелісқызы, мен подкаст жүргізушісімін. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Мен есімім Арыстанбек Нұрай. Мен Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының киберқылмысқа қарсы күрес бөлімінің аға жедел уәкілі. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің аты жөнім Зарина Қаһарман, психоанализ бағытындағы психологпын. Спикерлермен таныс болдық, ендеше ең алғашқы сауалды Нұрай ханымға жолдамақпыз. Жалпы бәріміз білеміз, қылмыстың өтеуі жаза. Бірақ та осы интернеттегі алаяқтық азаймай тұрған шақта өмір сүріп жатырмыз. Қазір интернеттегі алаяқтардың құрбандары көп болып бара жатыр. Осы орайда сіздердің мысалға кибер полиция бөлімі осы жуықта ғана ашылғаны баршамызға аян. Енді сол бөлім туралы, бөлім ашылғалы қандай нәтижелер беріп жатырсыздар, сол жайлы толық қамтып, қашан ашылды, қандай жұмыстар атқарып жатсыздар, сол жайлы халыққа кеңінен ашып айтып берсеңіз. Жалпы қазіргі таңда бәрімізге мәлім, интернет алаяқтық проблемасы ол өте үлкен орын алуда. Жалпы біздің Қазақстан Республикасының президенті өзінің соңғы халыққа жолдауында да соны атап өткен болатын. Жалпы киберқылмысқа қарсы күрес бір алғашынан топ болып, ары қарай бөлім болғанына 2015 жылдан бастап криминалдық полиция басқармасының қарамағында жұмыс жасауда. Алайда осы пандемия басталғаннан бері, яғни 2020 жылдан бері интернет алаяқтық фактілері өте қатты көбейіп бара жатыр. Өйткені пандемия арқасында халқымыздың бәрі онлайн режимге көшуге мәжбүр болған. Сол себептен интернет алаяқтықтар өте қарқынды дами бастады. Анализ жүргізе барып, осы жылы Ішкі істер министрлігінің пилоттық жобасымен ағымдағы жылдың маусым айында әрбір департаменттің аумағында, яғни Киберпол атты жасақ ашылды арнайы. Яғни киберполдың ең басты мақсаты ол киберқылмыстарға, соның ішінде интернет алаяқтықтарға қарсы күрес беру, солармен күресу, профилактика жасау және тоқтату. Жалпы облыс аумағында жылдың басынан бастап 900-дан астам факт тіркелген болатын. Ал енді біздің облыс аумағының тұрғындарына келтірілген шығын 800 миллион теңгеден асқан болатын. Соған қарамастан біздің криминалдық полиция басқармасының қарамағындағы осы мен жұмыс жасап жатқан бөлім, яғни киберқылмысқа қарсы күрес бөлімі, және де сонымен қатар киберпол арнайы жасағы осы бағытта жұмыс жасаудамыз. Жалпы интернет алаяқтықтармен ең басты күресу бұл профилактика болып саналады. Яғни адамдарға ең бастысы мәліметті және де интернет алаяқтықтың түрлері күннен күнге дамып бара жатқан соң, ол адамдарға сол интернет алаяқтықтың түрлерін жеткізу болып саналады. Осы орайда сұрақ қояйықшы сізге. Біз мысалға міне енді ғана бір интернет алаяқтықтың түрін біліп жатсақ, жыл сайын алаяқтар жаңа бір схема ойлап тауып жатыр. Осы орайда айтып өтіңізші, жалпы интернет алаяқтықтың неше түрі бар? Жалпы енді интернет алаяқтықтың түрлеріне тоқталатын болсақ, шамамен 10-нан астам түр бар. Яғни сіз атап айтқандай жыл сайын, ай сайын интернет алаяқтықтың түрлері дамып келе жатыр. Қазіргі таңда олардың атап айтқанда енді 3-4 түрі бар. Ең негізгі қазір осы біздің халқымыз соған құрбан болған 3-4 интернет алаяқтықтың түрі бар. Ең біріншісі ол ең көп шығын келтірген интернет алаяқтықтың түрлерінің бірі, бұл біздің халқымызға белгісіз номерлерден қоңырау шалып, біз банк қызметкерлеріміз сол сіздің атыңызға несие алуда, немесе сіздің атыңыздан доверенность алып келіп, сіздің атыңызға несие алуда, немесе сіздің шоттарыңыз бойынша бір күмәнді операциялар жүргізіп бара жатыр деп хабар айтады. Енді біздің халқымыз сондай сенімді, ашық жүрек халық болған соң, сондай қоңырау шалған алаяқтарға сенеді. Қоңырау шалған бетте олар біздің адамдарымыздың жеке мәліметтерін сұрайды, иындарын сұрайды, жеке шот номерларын сұрайды, карточка номерларын, не болмаса SMS парольдарын сұрайды. Және де сонымен қатар қазір қашықтағы приложениялар өте қатты дамуда.
яғни ол деген AnyDesk, TeamViewer, және де бәрімізге мәлім Кенгуру, HopToDesk деген осы алаяқтар адамдарды алдап, сол приложенияларын олардың смартфондарына орнатып, яғни қашықтықтан смартфондарға басқаралады. Сөйтіп олардың онлайн банкеттерінде біздің халқымыздың атына көптеген несиелер алады, немесе депозиттегі счеттардағы ақшаларды шешеді. Бұл ең дамыған түрлерінің бірі. Осы 2022 мен 2023 арасында ең қатты қарқынды өскен интернет алаяқтықтың түрі. Және де соңғы жолы анализ жасау барысында осы WhatsApp мессенджер арқылы интернет алаяқтық жасау. Яғни қазіргі таңда сіздің WhatsApp мессенджеріңізге бір белгісіз номердан болсын, группалардан болсын, бір күмәнді ссылкалар жібереді. Сілтемелер жібереді да, сол сілтемелер арқылы сіз өткен кезде, яғни ар жақтағы отырған алаяқтықтың телефонына SMS пароль келеді. Бұрын WhatsApp вебке QR кодпен кіруге ғанық болса, қазір SMS кодпен де кіре алады. Сол SMS кодты қолдарына түскен кезде, олар сіздің WhatsAppтағы бүкіл контактыларға немелер болады, доступтар болады. Содан кейін олар сол сіздің контактіңізге көптеген SMS жібереді, ақша сұрап. Ақша сұраған соң енді басқа счетқа аударуды сұрайды да, бірақ оны сіз өз телефоныңыздан көре алмайсыз. Яғни уақыт өтіп бара жатқан соң оның бәрі мәлім болады да, бірақ кім қандай ссылкалы кіріп жіберген, оны енді анықтау кішкене қиын. Ал енді кезекті сұрақты психологқа қойсақ, мысалға қазір осы алаяқтардың құрығына жастар да, кәрілер де түсіп жатыр. Ол деген бір сол алаяқтардың адамдардың психологиясын қатты меңгерген деп айта аламыз ба? Ол қалай ол телефонның ар жағынан оңай адамның сеніміне кіреді, қалай сезіммен ойнайды? Психолог ретінде сіздің осы тарапта ойыңызды білсек. Бізде жанның құрылымы бар. Жанның құрылымы мен деген бөліктен тұрады, мен қалаймын. Одан кейін супер эго, супер мен деген бар, ол деген қазақша қарапайым тілмен айтқанда ар-ождан. Ар-ождан бар, одан кейін бейсана бар. Ар-ожданы кейбір адамдарда ар-ождан даммай қалады. Ол балалық шағымен байланысты. Балалық шағында мысалы алдау, арбаудың арасында өскен балада ол функция даммай қалады. Сондықтан оның қоғам алдындағы жауапкершілігі болмайды, сезінбейді. Ұятсыздық деп айтуға болады. Олар қылмысқа да бара алады, зорлық зомбылыққа да бара алады, алаяқтыққа да бара алады, қоғам құптамайтын әрекеттерге бара алады. Олар негізінде түптің түбінде өте жаны жаралы адамдар. Бізде өмірге екі түрлі құштарлық бар. Біреуі өмірге құштарлық, біреуі өлімге құштарлық. Бұл адамдарда өлімге құштарлық. Өйткені бұлар түптің түбінде ұсталады, түптің түбінде тұтылады, түптің түбінде сотталуы мүмкін. Ол оны бейсаналы түсініп тұрып сондай қадамға бара жатыр. Оның арғы жағы түрме, яғни ол адам бейсаналы түрде өзін жазалауға қарсы емес. Соған апара жатыр. Одан кейін ата-анасына реніші бар адамдар қылмыс істейді. Бала кезде тиісті дәрежеде назарын алмаған бала қылмысқа барады, солай ата-анасының назарын аударады. Мысалы, және ұсталған жағдайда, қайғылы жағдай болған жағдайда ең бірінші қиналатын кім? Оның ата-анасы. Сондықтан ол бейсаналы түрде ата-анадан өш алу, бұны түсіну өте қиын. Оның бәрі саналы процесс емес. Ол тіпті ондай әрекетін өзі де түсінбеуі мүмкін. Одан кейін психологияда сублимация деген нәрсе бар. Мысалы, бір адам өлтіргенін жақсы көреді. Ал сублимация деген қоғам сол өзінің қабілетін қоғам құптайтын әрекеттермен алмастыру. Ол адам өлтіргісі келетін адам хирургияға түсіп операциямен айналысады. Мысалы, бір адам ұрғанды жақсы көреді, біреуді ұрғысы келіп тұрады, соққысы келіп тұрады. Ол адам рингке шығып ресми түрде күреспен айналысады деген сияқты. Сол себепті бұл адамдардың да эмоциялық тұрғыда негізі жақсы дамыған. Алдау оңай емес қой, бір адамның қалтасынан ақша телефонның ар жағында тұр. Олардың интеллектісі бәрі дамыған, сондықтан ол қылықтарын және сублимациялауға болады, негізінде психологпен жұмыс істеуге болады. Ал алданатын адамдарға келсек, алданатын адамдар ол бала позициясындағы адамдар ғой. Менің практикамда келді, жақында ғана банк қызметкері ретінде алаяқ хабарласқан. Пандемия кезінде сіз зардап шегіпсіз, біз бәрін көріп отырмыз. Мемлекет сізге 3 миллион көлемінде көмектесем деп шешкен. Қазір бәріне сондай көмек беріліп жатыр, осындай счетқа 500 мың салыңыз. Ал ол адамның онсыз да ақшасы жоқ, бір туысына қарыз алдырып, кредит алдырып, жарты сағаттың ішінде салып тастаған ғой. 500 мың де? Иә. Ал ол
ол қандай батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық, ол адам ойланбай ма? Неге хабарландыру және жаңалықтардан айтпайтын, ресми сайттардан? Бұл деген бір ақпараттық сауатсыздық қой. Кез келген бір ұсыныс айтарда оны сенімді дерек көздерінен тексеру керек. Одан кейін алданатын адамдарда оның да бейсанасында ақау бар. Мысалы, бір рет алданса жарайды. Бір рет алданды, ол келді, жұмыс істейміз. Ал кейбір адамдар өмір бақи алданатын адамдар бар. Үнемі жыл сайын сондай ситуацияға түсіп отырады. Оның да бейсанасын зерттеу керек. Неге оған алдану тиімді болып тұр? Негізі интернет алаяқтықтың түрлері көп. Соның біреуі, өз практикамнан айта кетсем, мынандай жағдай, мен онлайнда қабылдаймын клиенттерді, Өскеменде емес, басқа қаланың тұрғыны, қызбен танысады жігіт, жұмысы бар, бас істейтін жап-жақсы жігіт. 3 айдай сөйлеседі. Қыз кәдімгідей видео хабарландырумен сөйлеспейді, бірақ запись жібереді. Қыздың дауысымен сөйлеседі, фотоларын кәдімгідей 3 айда бауыр басып қалған ғой. И ол қыз мен туралы егжей-тегжейлі сұрады дейді. Анаң қандай адам, әкең қандай адам, қайда істейді, тіпті жалақымызға дейін сұрап шықты. И айтады да, менде ондай қыз бұрын соңды кездеспеген деп, бұл бір ерекше қыз санап жүр оны. Сөйтіп 2-3 айдан кейін кездеседі, кездесуге келіседі. Сол өзі тұрып жатқан қалада, кәдімгі қоғамдық ортада, тұрғын үйдің алдында кешқұрым күн батқан кезде жігіт барады, өз машинасынан қалай түседі, тура қасындағы машинадан басқа жігіттер түсіп, басына қап кидіріп алып кетеді. Оны қаланың шетіне барып әбден тепкілейді, қорқытады. Сөйтсе, ол қыз алаяқ қыз екен, алаяқ топ. Айтады, біз сен туралы барлық ақпарат білеміз, үйінде кім бар, қайда істейді, қандай жолмен қайтады, бәрін білеміз. Ата-анаңның өлгенін қаламасаң, біздің айтқанымызды істейсің үндемей ғана деп, бірнеше банкке апарып, әр банктен бірнеше миллионнан бір уақытта кредит алдырады. Ана бала жігіт сонда бірнеше сағаттың ішінде бір 10 шақты миллион қарызға кіріп кеткен. Қандай ауыр күй. Алаяқ сонда 3 ай уақыт жұмыс істеген дейсіз ғой, иә? Ал мысалға алаяққа алданды, иә? Сіз жаңа айтып жатырсыз, осылай клиенттер хабарласады деп. Жалпы сөйтіп алданғаннан кейін міндетті түрде психолог маманның көмегі керек пе? Міндетті түрде бару керек. Себебі ол енді бірінші рет алданып тұрған адам, сондықтан бұл жерде бірнеше проблема бар. Бұл мүмкін адамдарға сенгіш адам шығар. Сондай махаббатта өскен, бәріне сенетін, ауыз ашылып жүрген. Бұл жерде ол адамдарға деген сенім жоғалтты. Ол жұмысына бара алмай дірілдеп отыр, үйден шығуға қорқады. Құқық қорғау органдарына хабарласу туралы ойда жоқ онда. Одан кейін бізде құқық қорғау органдарына хабарласуға құқығымыз жоқ. Ол адам өзі миы жетіп, өзі бару керек. Біздің мақсат оған рухани деңгейде көмектесу. Ол депрессия, ол бірнеше миллион жоғалтып келіп отыр, адамдарға сенімін жоғалтып келіп отыр. Менің мақсатым жоғалту деген депрессия, оның бетін өмірге қарай қарату. Адамдардың бәрі жаман емес. Сол депрессиядан шығу үшін қанша уақыт керек адамға? Әлде ол адамның мінез құлқына, әр адамды арқалай ма? Ол адамның психологиясына, ерік жігеріне байланысты. Одан кейін ол оқиға қаншақты алыс уақытта болды, жақын уақытта болды. Егер боласап жұмысқа кірісіп кетсе, оның түйін шешу оңай. Ал ұзаққа жүріп кетсе, оның жан жарасы тереңірек кетіп қалады. Ал сіздермен мысалға алаяқтармен сіздер жұмыс жасайсыздар ма? Мысалға темір тордың ар жағынан шығып, осы бір немнен осы бір алаяқтықты енді жасағым келмейді деп сіздерге жүгінетіндер бар ма? Менің практикамда әзірге ондай болған жоқ, бірақ бар негізінде. Жүгінетіндер. Бірақ темір тордың ар жағына кірмейді алаяқтық істеп келетін адамдар болады ғой, тәубеге келіп. Мен осындай істеп жүрмін. Оны өзі сіз айттыңыз ғой, психологиялық ауытқуы бар адамдар көбіне. Иә, ол психологтың кабинетіне келіп айтып отыр ма, ол тәубеге келді, мүмкін қайталамайды деген сөз. Түсінікті. Ал енді Нұрай ханым, 2023 жылдың алғашқы 3 айында Қазақстан бойынша 4000 алаяқтық тіркеліпті, Сіз жаңа атап өттіңіз, 900-ге жуық деп, Енді осы 900 фактіде жас мөлшермен қарасақ, әртүрлі категорияда ма, әлде көбіне ересек адам, үлкен қазір апа-аталар көбіне жаңалықтардан көрсетіп жатады ғой? Әрине, біз әртүрлі тіркелген интернет алаяқтық, немесе киберқылмыс деп атасақ та болады. Әр тіркелген осы киберқылмыс бойынша күнделікті анализ жасаудамыз. Сондағысы жалпы алғанда көбінесе осы үлкен жастағы адамдар алданады, өйткені олар өте сенгіш адамдар. Көбінесе осы қазір зейнеткерде отырған біздің үлкен апаларымыз алданады. Бірақ соған да қарамастан, мысалы
ересек бойлы адамдар да көп алаяқтыққа түседі. Жас деңгейдегі адамдар көп алаяқтыққа түспейді, өйткені олар қазір өздеріңізге мәлім телефондары да бар, яғни инстаграмнан да көреді, жаңалықтардан да естейді, яғни олар кішкене ақпараттандыру жағынан кішкене сауаттылығы бар оларда. Ал енді үлкен адамдарға келетін болсақ, олар қазіргі кезде осы теледидар мен газеттерден басқа ештеңе қолданылмайды деп айтуға да болады. Сол себептен осы анализ жүргізген сайын көбінесе үлкен жастағы адамдар гаджеттен хабарлары жоқ, иә, ссылкаларға кіріп кетеді. Сол себептен біз профилактикалық жұмыс жүргізген барысында осы мысалы біз барып бір үлкен студенттер тобын жинаймыз, оларға интернет алаяқтық туралы түсіндіреміз, қолдарына міндетті түрде ақпаратты береміз, соны барып үйдегі үлкендер, апаларыңызға, аталарыңызға, не болмаса ата-аналарыңызға да таратыңыз деп сөйтіп кәдімгідей нұсқау береміз. Ал енді жалпы біздің облыс басқа облыстармен, Қазақстандағы басқа қалалармен салыстырғанда бізде алаяқтарға алданатындар көп пе сіздің ойыңызша? Жалпы енді осы бүкіл Қазақстан Республикамыздың анализін қолға алатын болсақ, басқа облыстарға қарағанда бізде интернет алаяқтық соңғы 2 жылда, яғни оның тіркелу азайып бара жатыр. Оның азаюы сол осы ақпараттандырудың нәтиже бар. Яғни жоғарыда айтып айтқандай профилактикалық мәселесін қолға қатты алғандықтан, яғни адамдар енді хабар алып, сол 2 жылда жалпы интернет алаяқтықтың тіркелуі азайып бара жатыр. Ал осы қазір қаланың ішінде көп көшелерден көреміз, микрокредит беріп жатқан ұйымдар. Осыларда қарыз беру тетіктері толықтай қарастырылып, толықтай ұйымдастырылмаған. Мысалға жеке ақпаратты алаяқ алады, сосын сол жеке ақпарат арқылы несие алып жүргендер өте көп қой. Осы бағытта сіздер қандай да бір шара қолданып жатырсыздар ма? Әрине міндетті түрде. Осы екінші деңгейдегі банктерді қоя тұратын болсақ, олардан кейін осы МФО, яғни микрофинансовық қаржылар, ол бір проблемалардың бірі. Олардың, яғни жалпы жасап жатқан әрекеттерін тосқауыл беру үшін біз банк мониторингі, яғни әр облыста ұлттық банкінің финансовый мониторинг, яғни банк мониторингі бар. Оларға біз міндетті түрде олармен бірге жұмыс жасаймыз, яғни олардың қызметкерлерін шақырамыз, дөңгелек үстел ұйымдастырамыз. Яғни осы анализді қолдарымызға алып, алдына салып түсіндіреміз. Мысалы, міне тіркелген мысал ретінде 100 алаяқтың ішінде 50 осы микрофинансовық қаржыдан алған қарыздар болып есептеледі. Оны ешқандай бір верификациясыз, яғни ешқандай бір барып қолға алудан басқа, әшейін онлайн шотқа аудара салған болған соң, ол бір проблемалардың бірі деп атап өтеміз. Осы 6 айдың қорытындысы бойынша қазіргі таңда бізде микрофинансовық қаржы ұйымдармен, яғни қалай дұрыс айтсақ, келісім бар, келісім шарт. Яғни мысалы ретінде оларға әр күмәнді бір заявкалар түскен бетте олар бізге хабарласады. Яғни мысал ретінде бізде адамдар болады, өз жеке куәліктерін жоғалтып алған, яғни жолда келе жатып ол түсіп қалады. Алаяқтар соны тауып, олардың аттарына да несие алуда, ондай да жағдайлар болған. Сол себептен несие беру алдында осы банк мониторингімен бірге осы сұрақты көтергенбіз. Қазіргі таңда осы мәселені шешу үшін келісім ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді мынадай сауал, менің бір танысым осылай микрокредит алып, өзі білмеген, бірақ хабарлама келеді қайта-қайта. Кредитті өтеу керек деген сияқты несие уақыты келді деп. Содан түсінбей барады, неге менен маған осындай хабарламалар келіп жатыр. Сөйтсе атынан біреу несие алған. Бірақ та ол одан кейін сотқа жүгініп, ол мәселені шешпек болған. Бірақ та айтады, мен ол үшін адвокат жалдадым. Адвокатқа менің ол жоғалтқан алған несиеден де көп ақшам кетті дейді. Сонда осы тарапта несиені өзім алған жоқпын деп дәлелдеу қаншалықты қиын? Ол негізі соншалық қиындыққа түспейді. Міндетті түрде ең алдымен құқық қорғау органдарына хабарласу керек. Мысалы, телефонына хабарлама келген бетте 102 арнасына хабарласып, хабар беріп, ол қылмыстық істі тіркеу керек. Жалпы бізде көбінесе интернет алаяқтықтар және осы микрофинансовық қаржылармен де байланысты алаяқтықтардың бәрі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабымен реттеледі. Және де осы 190 бабының бірінші тармағы бойынша тіркеліп,
міндетті түрде осы қылмыстық істің шеңберінде бізде жедел тергеу жұмыстары жүргізіледі. Ол жедел тергеу жұмыстары жүргізілген соң, яғни осы несиені сол адам алмаған дәлелдеуге болады. Ол бізде қосылып тергеу жұмысшылармен бірге өтеді, прокуратурадан представительдер олармен бірге осыны дәлелдеу мүмкін. Бірақ ол үшін адам ең бастысы сотқа емес, ең алдымен біздің құқық қорғау органдарына хабарласу керек. Ал жәнегі адвокатқа кеткен шығындарды да өтеп береді ғой, иә? Иә, әрине, егер осы қылмыстық іс шеңберінде оның кінәсіздігі дәлелденеді, содан кейін осы сотқа келтірген шығындар мен адвокатқа келтірген шығындар түрде алаяқтың есебінен есептелетін болады. Ал енді Ләззат ханым, өстіп алаяқтарға алданбас үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Алдымен сол ақпараттық сауаттылық керек қой. Бұны бала кезден үйрету керек. Жалпы бейтаныс адамдармен танысуға болмайды. Аватарда міндетті түрде адамның өзінің суреті тұру керек. Видеозвонокпен дерек көздерді тексеру керек. Ешқашан тегінен бір оңай зат жатпайды негізінде. Сол бала позициядан кету керек. Мысалы біздің екі түрлі жасымыз бар. Біреу психологиялық жасымыз, біреу биологиялық жасымыз. Көптеген адамдардың психологиялық жасы мен биологиялық жасы сәйкес келмейді. Егер ол 40-тағы адамның психологиялық жасы да 40-тағы адам болса, ол алаяққа алданбайды. Алаяққа балалар ғана алданады. Ол сонда оның психологиясы бала болып тұр. 4-5 жастағы кәмпит берем дегенге алданып бара салатын бала болып тұр. Көрдіңіз ба? Одан кейін мен білгім келген ақпарат, мысалы, сіздер сол алаяқтар ұсталғаннан кейін олармен психолог жұмыс жасай ма? Енді қылмыстық шеңберінде психологтармен жұмыс жасау бізде жоқ. Бірақ алайда ол алаяқ өзіне адвокат жалдап, егер адвокаттан сұрауы болса, онда міндетті түрде бізде департамент қарамағында психологтар бар. Егер осы алаяққа психолог керек, онымен жұмыс жүргізу керек деп нұсқау келсе, онда міндетті түрде біз психолог мамандарын беріп, олармен жұмыс істеткіземіз. Негізі менің ойымша кез келген осындай қылмысқа баратын адамдармен психолог жұмыс істеу керек. Өйткені ол жазасын өтейді де қайтадан сол жолға түседі ғой. А психологпен жұмыс істеген адам ол өзінің проблемасын түсініп алады, түп тамырын түсініп алады, қай жақта жатқанын, не үшін қылмыс істеп жатқанын. Одан кейін бостандыққа шыққанда басқаша қадам жасайды. Ал мысалға бар ғой, интернетте отырамыз, мынандай бір жарнамалар шығады. Үйде отырып табыс тапқың келсе, жай ғана лайк басқың келсе, комментарий жазғың келсе, осының бәріне күніне 5.000 төлейміз, 10.000 төлейміз деген сияқты. Мысалға мен декретте отырғанда, мысалға мен білмейді екем, осы тақырыпты зерттеп жүріп, деп қарап қоямын да, сонда адамдар білмейді мысалға. Осының өзі интернет алаяқтық екен. Ал осыны қанша подписчигі бар блогерлар жарнамалап жүр ғой. Сонда осындай біздің өңір бойынша факт тіркелді ме? Жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша дәл осындай интернет алаяқтық түрлері кездестірілмеген. Бірақ алайда көбінесе инвестициялар фактілері бар. Яғни қазіргі таңда адамдар өте көп ақшаны салып, оны көбейтіп шығарып алу деген пирамида ма, қаржылық? Ол қаржылық пирамидаға ұқсас, бірақ қаржылық пирамиданың айырмашылығы қаржылық пирамидада бірнеше адам. Яғни мысалы, мен қаржылық пирамида бастаймын, сізді шақырамын, сіз Ләззат ханымды шақырасыз, ол пирамида болып саналады. Ал инвестиция ол жалпы жұмыс жасау бағыты сол, бірақ ол тек бір ғана қадамға байланысты. Мысалы, мен алаяқ ретінде сізді инвестиция салыңыз, бүгін 5.000 теңге салсаңыз, ертең оны көбейтіп 10.000 теңге шығарып аламын деп сізбен ғана жұмыс істесем, ол интернет алаяқтық болып саналады. Ал бірнеше адамды өстіп шақырып, сол пирамида құратын болсақ, ол финансовый пирамида болып саналады. Бұл жерде де жауапкершілік жоқ қой, және адамдарда жеке пікірінің жоқтығы. Мысалы, мен қазір адамдар көп шоғырланған жерге барып бүйтіп аспанға қарасам, біраз адам аспанға қарайды менімен бірге, пікірі жоқ адамдар. Бұл да сондай психология. Бір адам инвестиция ақша салама, артынан бәрі барып салады. Зерттемейді. Ол оңай ақшаға деген құмарлық та бар ғой ол жерде. Оңай жолмен табуға деген құмарлық. Сонда тұрмысы төмен елдерде алаяқтық көп деген пікірмен келісуге болады, иә? Одан кейін сіздердің ресми парақшаларыңызда мен көріп қалдым, отбасы банкмен тікелей эфир өткізіпсіздер, иә? Біздің өңірде сондай бір жағдай тіркеліпті. Сол жағдай туралы толық айтып берсеңіз, неше жастағы адам алданып қалды, қандай шығын мөлшері қандай?
Жалпы осы бір ай бұрын облыс аумағымызда 45 жастағы әйел адам осы алаяқтарға алданып қалған. Яғни оның телефонына да хабар, белгісіз номерден хабар түсіп, ол кісі өзі көп бала әйел екен. Яғни балаларды өзі ғана жалғыз асырайды. Сонымен біздің немеге очередьке тұрған квартира алу үшін. Сонымен оған белгісіз номерлардан хабарласады да, сіздің осы пәтерге тұрған номеріңізді алға қарай жылжытайық, ол үшін ақша төлеңіз, біз жылжытып береміз, яғни жаңа жылға қарсы өз пәтеріңіз болады, сөйтіп сол әйелді алдаған. Ол әйел енді сенімді болған соң енді сол ақшаны алаяқтықтарға аудара салған. Артынан Өскемен қаласына келіп, сол банкке хабарласқан кезде ондай операция жүргізбейтініне көз жеткізді. Яғни осы жерде адам түсіну керек, сол қайтадан тоқталатын болсақ, сол ақпараттық сауатсыздық. Осы пәтерге очередьке тұрған кезде оны банктер емес, оны біздің акимат жылжытатын болады. Сол кезде осы жерден сауатсыздыққа кеткен соң интернет алаяқтықтың құрбаны болды. Ол фактор келе болады. Психологиялық жағынан қарағанда бұл адамның ниеті де түзу емес болып тұр ғой, алданған адамның да. Ол ақша беріп, мүмкін ол кезек бір мүгедек адамдыкі шығар, көп балалы ананыкі шығар, өте мұқтаж адамдыкі шығар, бірақ ол соны аттап өтіп кезекті жылжытуға ақша беріп отыр. Бұл жерде ол адамды жазалану керек. Негізі пара беруші де, алушы да жазалану керек. Сол да екі жақтан сол проблема болып тұрған соң осы отбасы банкімен тікелей эфир жүргізуді жөн көрдік. Себебі қазіргі таңда ол облыс аумағында бір ғана жағдай болған. Енді ары қарай сол қайталанбас үшін тоқтату үшін отбасы банкімен келісіп тікелей эфир жүргізіп, олар сол тікелей эфир барысында жалпы отбасы банк пәтерге қатысты қандай операциялар, қандай алгоритм жүргізетінін сол тікелей эфир ретінде бізге түсіндіріп берді. Яғни адамдардың ақпараттық сауаттылығын көтеру мақсатында сондай тікелей эфир жүргізіп түсіндіріп бердік. Қазіргі уақытта осындай қылмыс көп қой. Негізінде кез келген сайтты ашып қарасаңыз, балама грант алып беремін деп уәде берді, ақша берді, кезегімізді жылжытамыз деп ақша берді. Осынша бала алып береміз деп айтты. Сол алданған адамдардың бәрінің ниеті түзу емес. Негізі олар да психологиялық. Бірақ осы жерде тағы да бір проблемалардың бірі, көбінесе адамдар оны түсініп, құқық қорғау органдарына хабарласпайды. Біз тіркелген фактілер бәрі ол адамдардың өздері түсініп, өздері келіп бізге хабарласып, хабарын беріп, яғни біз тіркелген қылмыстар. Олар жазаланады ма? Мысалы, мен пара беріп қойдым деген адамдар жазаланады ма? Енді оны қылмыстық іс шеңберінде тергеу мамандар жүргізеді. Олар осы, мысалы, сіз пара беріп, бірақ интернет алаяқтықтарға алданып келсеңіз, интернет алаяқтық фактісін ашылған соң, осы қылмыстық іс шеңберінен пара бергенді де олар бөлек шығарып, оған бір бөлек қылмыстық іс ашып, яғни оның бәрі ол да қылмыстық кодексінің бабы. Осы жазалаудың өзі сонда қылмысты азайтады ғой, жәнегі пара беруді азайтады. Әрине міндетті түрде. Жалпы осы пара азайтумен, осы интернет алаяқтықтың қалай дұрыс айтсақ болады, тіркелу. Сол адамдар енді қылмыстық жауапкершілігін түсінген соң көбінесе хабарласпайды негізі. Оны хабарласпайтындар да көп, оны айту жөн. Жалпы бар ғой, қазір жасанды интеллект деп бәр жерден айтып жатыр. Оның өзі интернет алаяқтықтың көбеюіне негізі ең бір, қазір біз бәріміз аса бір мән бермей жатырмыз ғой. Ал сіздердің бөлімдеріңізде осы жасанды интеллект шықпай жатып, бір алдын алу шаралары жүріп жатыр ма? Жасанды интеллекттің қазіргі таңда енді облыс аумағы бойынша, осы 11 айдың қорытындысы бойынша тіркелген фактілер жоқ. Оның алдын алу үшін сол профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Өзіңізге мәлім, қазір біз соның бәрін таратып жатырмыз. Бізде Киберпол біздің Инстаграм парақшамыз бар. Сонымен қатар барлық сізбен хабарласып, яғни ақпараттар тарату үшін осы Инстаграм страницаны ашып, сол жақта жасанды интеллект қалай жұмыс істейді, онымен адамдар қалай алданатынын түсіндіріп жатырмыз. Қазір бәрі енді әлеуметтік желіде тұрамыз ғой. Жұмысқа кетіп бара жатсақ та, қайтып келе жатсақ та, дастарханның басында да қазір енді мынандай бір интернет алаяқтықты оқыдым мен. Қазір жақындары болып
адамдарға жазады екен, иә? Мысалға менің маған әкем жазуы мүмкін, анам жазуы мүмкін, ой мен осындай жағдайға түсіп қалдым, мен осылай ДТП-ға түсіп қалдым, маған ақша жіберші. Ол қалай сонда мен соны түсінбедім. Қазіргі таңда осы фактілерді орын алған біздің облыс аумағында. Ол бізде IP-телефония деп аталады. Яғни номерларды ауыстыру. Оларды көбінесе осы біздің телефон операторлары таратуда. Мысалы ретінде сіз бір номерді аласыз да, соған IP-телефония орналастырасыз. IP-телефония орналастыру үшін сіз осы телефон операторларға жүгінесіз. Мысалы олар сіздің бір номеріңізге қосымша бір 10-20 номер басқа номер береді, бірақ сіз өз номеріңізге хабарласасыз. Бірақ маған мысалы ретінде хабарландыру түскен кезде, қоңырау түскен кезде ол басқа номер болып көрінеді. Сол себептен олар көбінесе жақындарыңыздың атынан звондайды, немесе құқық қорғау органдарының атынан звондайды. Мысалы ретінде осы жазда бізде сондай жағдай болған. Зейнеттегі апамызға интернет алаяқтар хабарласты. Сіздің қызыңыз ДТП-ға түсіп қалыпты. Ол сұрақты шешу үшін бізге ақшалай қаржы керек. Оны сіз бірақ карточка ештеңеге аудармайсыз, ол бізге кәдімгі ақшамен бізге жібересіз. Өзіңіз келмей қойыңыз, біз қазір өз атамызды жібереміз деді. Сол кезде біз күнделікті қолданатын Яндекс курьер, Индрайвер курьер біздің қарапайым таксистерді қолданған. Яғни бір адрестан екінші адресқа заказ беріп, сөйтіп енді біздің таксистерді өз ақшасын тауып жатқан курьер ғой, олар білмейді. Курьер, ол не екен, не жасап жатқан білмейді. Оған заказ түсті, ол заказ қабылдады. Сол кезде сол зейнетте алданып қалған апаның үйіне барып, ол кәдімгідей дайындап, сол ақшаны салып, сол ақшаны беріп жіберді. Такси сол ақшаны алып, белгіленген адреске апарды. Сол жақта біз ол адамдарды дроперлер деп айтамыз. Яғни дроперлер ол осы заңсыз табылған ақшаларды аударуға немесе шешуге көмектесіп жүрген адамдар болып саналады. Оларда Қазақстан Республикасының 190 бабының аумағында сөйтіп жауапкершілікке тартылады. Сөйтіп ол дроперлер сол екінші адрестан ақшаны күтіп алып, жоғарыда отырған, осы алдап жатқан алаяқтың нұсқауы бойынша аталған жерге ақшаны аударады. Көбінесе осылай үлкен суммаларға алданып кеткен ақшалардың бәрі криптовалютаға кетеді. Криптовалюта, криптокошельки, биткоиндарға соларға салынады. Ал осы биткоиндарға, яғни криптовалютаға кеткен ақшаларды шығару оңайға түспейді. Ал міне қанша сіз жаңа айтып жатырсыз, осы жыл бойынша қанша шығын біздің облыста? 800 миллионнан астам біздің облыс тұрғындарымызға шығын келтірілген. Мысалға алаяққа алданды, құқық қорғау органдарына хабарласты, бірақ шығын өтелмейді, жоқ, мысалы қараңыз, егер алданып тез арада құқық қорғау органдарына хабарласа, бізде осы атап айтқандай 6 айдың қорытындысы бойынша екінші деңгейдегі банк қызметкерлерімен дөңгелек үстел болған. Сол дөңгелек үстелдің шешімі бойынша бізде қазір ақшаларды бұғаттау операция жүргізуде. Яғни мысалы ретінде алданған соң тез арада құқық қорғау органдарына хабарласа, біз ол фактіні тіркеп, қылмыстық істі бастап, сол қылмыстық іс шеңберінде кетпей тұрған ақшаны бұғаттауға біздің мүмкіндігіміз бар. Сол ақшаны бұғаттап, сол ақшаны бұғаттап, яғни зардап шеккен біздің адамдарға біз оларды қайтарамыз. Сонымен жаңағыдай атап айтқандай қылмыстық іс шеңберінде өзіміздің жедел тергеу әрекеттерін жүргіземіз. Егер де жедел тергеу әрекеттер жүргізу барысында ақшалар табылып, яғни ол да біреудің карточкаларына кеткен болса, яғни біз атап айтқандай дроперлер, ол адамдарды да біз анықтап, оларға жаза қолданып, олардың қармақтарына түскен ақшаны адамдарға қайтарудамыз. Ал енді Ләззат ханым, жаңа міне айтып жатырмыз. Ой, Зарина ханым, жаңа айтып жатырмыз, осылай алаяқтарға алданғаннан кейін міндетті түрде психологтың көмегіне бару керек деп жатырмыз. Мысалға біз алдында лудомания тақырыбын талқылаған кезде лудомандарды емдеуге өте көп қаржы кетеді деп атап өтті психолог. Мысалға 6 айдың көлемінде емдесе 600 мыңға жоқ ақша кетеді. Олар емделмейді 6 айдың көлемінде және. Сонда мысалға осындай алаяқтардан алданған жандар психологтың көмегіне жүгінсе, ол қызмет қанша тұрады? Ол қызмет мысалға бәрі ойлайды ғой, психологқа барған қымбат тұрады, оның сеансын бәрі ақылы деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыздар.
психология негізінде арзан тұрмайды. Әсіресе психоанализ, себебі психоаналитиктердің өздері психоаналитикке барады. Олардың өздерінің өмір бойы оқи береміз ғой, біз супервизиямыз бар, қатысатын жеке анализіміз бар, топтық терапиямыз бар. Сондықтан біздің қызмет қымбат болып саналады. Дегенмен ұстазымыз Анна ханым, Анна Құдиярова, орталық Азиядағы психоаналитик. Ол кісі мысалы әр 45 минутқа 45 мың теңге алады. Және анализант болып бару үшін аптасына бірнеше рет, бірнеше жыл бару керек. Ал оның шәкірттері бар, бір 45 минутқа 5 мың теңге алады, тағы бірі 1000 теңге алады, енді бастап жатқандары. Сондықтан сізге қандай бағада керек, сондай бағада таба аласыз. Ал жалпы лудоманияға келген жағдайда ол семейный невроз, бүкіл отбасы мүшелерін емдемесе, ол жалғыз өзін алып емдеудің қажеті жоқ, ол емделмейді. Ал мына алаяқтыққа келсек, алаяқтықты жеке өзімен жұмыс істеуге болады. Иә, онымен болады. Ең қиыны жәнегі есірткіге тәуелділік бар, тағы қандай маскүнемдік бар. Солардың ішінде ойын құмарлықты емдеу ең қиыны. Түсінікті. Ал енді Нұрай ханымға келсек, Нұрай ханым, жаңа көп фактор келді деп жатырсыз. Соның ішінде, мысалға, біз жаңа өзіміз білетін, білмейтін алаяқтық түрлерін айтып шықтық, соның ішінде бір ерекше бір алаяқтықтың түрі бар ма? Сол жаңағы айтқандай отбасы банкі хабарласып біз банк қызметкерлері деп өзін таныстырады. Және де сіз өзіңіз атап айтқандай сіздің жақын туысыңыз жол апатына түсіп қалды, соны шешу үшін ақша керек. Ол осы екі интернет алаяқтың түрі қазіргі кезде, қазіргі уақытқа дейін де әлі тіркелуде. Яғни бізде сіз атап айтқандай, мысалы адам алаяқтыққа бір рет алданады да, сосын оны түсінген сонда келіп қайтадан алданады. Ондай да фактілер бар. Дәл сондай адамдар психологқа бару керек. Қайта алдана беретіндер. Бізге мысалы ретінде алдыңғы жылы OLX арқылы бір зат алмақшы болған адам кеп алдан қалған. Шығын 300 000 теңге болған. Біз сол 300 000 теңгені қайтарып бердік. Яғни алданған алаяқты таптық, оны қылмыстық жазаға келдік. Ол осы келтірген шығынды өтеп берді. Сөйтіп осы жылдың қателеспесем мамыр айында дәл сол кісі кеп, дәл сондай интернет алаяқтың түрлерімен қайтадан анықталып келді. Бірақ енді OLX приложениясында емес, крыша приложениясында. Міне осы приложениялар туралы, біз мысалға сатуға заттар қоямыз, мысалға өзімді қоям, маған жазады, мен осы анау қаладан ем, мен мынау қаладан ем, мен осылай курьер жіберсем деген сияқты. Онда ол жердегі схема қандай сонда? Ол жердегі схема бұл фишинг сайт. Ол фишинг сайт арқылы сіздің қайта мәліметтеріңізді алу. Яғни қараңыз, мысал ретінде сіз OLX-қа бір зат сатуға объявление жібересіз. Біраздан кейін сізге WhatsApp-қа жаза бастайды. Маған бәрі ұнайды, мен сатып алуға дайынмын. Алайда мен мысалы Павлодар қаласында, не болмаса басқа қалада тұрамын. Маған оны курьер арқылы, қазпочта арқылы жіберіңіз. Біз бәріміз қазпочтаны білеміз. Үлкен жастағы адамдар да қазпочтаға сенеді, әлі күнге дейін соны қолданып келді. Сөйтіп мен қазпочтаның сізге сілтемесін жіберем. Сол сілтемеге өз мәліметтеріңізді толтырып кетіңіз. Сізге міндетті түрде ақша түседі карточкаңызға. Ал сізге ақша түскен соң сіз маған бірақ сатып жатқан затты жібере саласыз деп сөйтіп адамдарды алды. Адам тауарын сату үшін сосын. Ал сіз осы сілтеме өткен кезде, сілтемеге өткен кезде бәрі қазпочтаның бір ресми сілтемесіне ұқсайды. Ол фишинг сайт деп аталады. Сіз сол жерде өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді толтырасыз, карточка номерін жазасыз, карточканың ар жағында орналасқан 3 саннан тұратын кодты жазасыз. Яғни болды, осы алаяқтықтар үшін жеткілікті. Ал олар сізге осы жалған сілтемені жібергенде, ол артынан сіз толып жатқан бүкіл мәліметтерді өз қолына түсіре алады. Қармаққа түседі. Сол кезде сіз өз бүкіл мәліметтеріңізді толтырып бересіз де, ол сіздің шотыңызда бар ақшаны осы мәліметтерді қолданып шеше алады да, сізді блокқа салып қояды. Болды. Сонымен сіздің мәліметтеріңіз осы фишинг сайт арқылы алаяқтардың қолдарына түседі. Ал осы сайттарды мысалға бұғаттап тастауға болмайды? Бұғаттап тастау мүмкіндігі бар. Мысалы, адамдар бізге хабарласқан кезде, біз әр қылмыстық істі тергеп зерттеген кезде, осы барлық жалған сілтемелерді кибернадзор атты бізде бұғаттау программамыз бар, ақпараттық. Сол кибернадзорға саламыз, және кибернадзор автоматты түрде осындай сілтемелерді бұғаттайды. Сонымен қатар кибернадзорға біз тек қана осы жалған сілтемелер емес, жалпы осы
қарама қайшы интернетте жүрген қарама қайшы барлық сілтемелерді, яғни барлық ақпаратты осы кибернадзор арқылы бұғаттаймыз. Сонда алаяқтар әр сілтеме бұғатталған сайын басқа схема ойлап тапса тағы да бір сайт ашады, оларға оңай ғой. Оларға ол сайттарды ашу негізі қиынға түспейді, бірақ соның өзінде енді адамдар қазір осы біз атап айтқандай OLX арқылы, крыш арқылы қазір көп алданбайды. Қазір көп алдану осы банк қызметкерлері және де WhatsApp арқылы адамдар көп алданады. Яғни жалған сілтемелерге кіріп, дауыс беру, немесе бір опрос өту деген сілтемелерді жібереді. Содан кейін рассылкалар бар, мысалы бонус алыңдар, мынаны 10 адамға жіберсең сізге 1000 теңге бонус түседі деген, ол рассылкалардың бәрі осы бәрі алаяқ, ол бәрі зиянды сілтемелер болып саналады. Сол себептен енді ондай сілтемелерден сақ болу үшін өтпеуге тырысу керек. Қазір сосын бізге мысалға бір өзіміз хабарласады ғой телефонға, білмеймін, басқа бір номерлардан хабарласады. Бізге мамам, мысалға өзіміздің әкеміз хабарласады. Мынау қандай номер өзі? Не билайн емес, не теледен емес? Ол осы көбінесе біздің анализіміз бойынша алдап жатқан алаяқтар ол Қазақстан Республикасының аумағындағы алаяқтар емес. Бұл көбінесе біздің көрші елдерімізден, звондап, сөйтіп біздің халқымызды алдайды. Сол себептен бізде жасалып жатқан осы мен сізге айтып айтқандай IP-телефония. IP-телефонияны қолданады. Бірақ енді IP-телефония қазір уже WhatsApp-қа жазатын болыпты. Жеткіліксіз болған кезде өз тура номерларды звондайды. Ол көбінесе осы Ресейде тіркелген номерлар, немесе Украина аумағында тіркелген номерлар болып саналады. Сол өз тура номерларынан бізге хабарласып, сол себептен ол номерлар түсініксіз болып келеді. Өйткені біздің Қазақстан аумағымызда ондай номерлер жоқ. Ал сіздерде болды ма, бастарыңыздан өтті ме, білмеймін енді, бірақ бізде мысалға қыздармен отыратын чатта қыздар жібереді, маған осылай Каспима бір белгісіз номерден осынша ақша сумма түсіпті. Енді мен қайтарайын десем қорқып отырмын, мүмкін мошенниктер шығар деген сияқты. Сөйтіп мысалға біздің телефонымызға белгісіз номерден бір қандай да бір сумма түсті, бізге хабарласып, маған осы ақшамды қайтарып бер десе, біз сол өздері айтқан номерға жіберу керекпіз бе? Жоқ, жалпы осы белгісіз адамдардың атыңыздан бір телефоныңызға, карточкаңызға сумма түссе, оны аудару алдында тексеріп алу керексіз. Яғни сіз міндетті түрде 102 арнасына хабарласуға құқылысыз. Біз осы сіздің хабарласуыңыздың шеңберінде ол мәліметтерді тексеру керекпіз. Мүмкін ол адам шынымен де алаяқ. Және де сол себептен бір операцияларды жүргізу барысында бір күмәнді операциялар өзіңізге белгілі болса, онда міндетті түрде 102 арнасына хабарласып, тексеру жұмыстары жіберген номерді айтамыз, тексеріп беріңіз. Сіздің хабарласуыңыздың шеңберінде сіз хабарласасыз 102 арнасына, ол міндетті түрде тіркеледі. Әр хабарласу бізде тіркеледі. Сол тіркеліп, сізге сіздің тіркеуіңіздің жеке номері беріледі. Сол жеке номердің шеңберінде біз тексеру жұмыстарын жүргізіп, сізге сол кезде аудару керек па, керек емес пе екен. Ал енді осы жердегі схема қандай? Мысалға менің Каспима деге мысалға 30 000 теңге түсті. Мен сол айтты маған номерді, соған лақтырып жібердім 30 000 теңгені. Сонда қай жерден алданып қалып, қай жерден ұтылып қаламыз? Сол жерде сіздің номеріңіз көрініп қалуы мүмкін. Сіз аударып жатқан. Сіздің есіміңіз көрініп қалуы мүмкін. Олар мысалы кез келген номерді тереді, мысалы жібере салады. Бірақ оларға енді қайтар мәлімет алу керек. Сіздің карточкаңыз істеп тұр ма, істеп тұрған жоқ па, оларға сондай мәлімет алу мақсатында сөйтіп адамдарды алдайды. Сол себептен қайтадан маған звондауы мүмкін, баласа мелсізі деген сияқты. Қазіргі бір осы мысалы Каспи аударымында да бір үлкен плюс, яғни сіздің аты жөніңіз көрінбейді, тек қана есіміңіз көрінеді. Сол жақсы болды да, өйткені бұрынғы кезде өстіп кез келген адам номерін теріп, оның аты жөнін толық алуға болса, қазір тек қана есім біле аласыз. Сол себептен қазір ондай фактілер көп орын алмайды. Ол осы интернет алаяқтық болдырмау үшін жасалып жатқан шаралар. Әрине міндетті түрде осы айтып айтқандай екінші деңгейдегі банктермен қазіргі таңда жұмыс жасауда. Жақсы, рахмет. Осымен интернеттегі алаяқтық тақырыбы бойынша біздің подкаст өз мәресіне жетті. Халықты барынша сақ болуға шақырамыз, өйткені аңғал халық адал табысынан айырылмаса екен деген ниет біздікі. Бүгін біздің подкастқа келіп, құқық қорғау органынан маман келіп сіздерге барынша ақпарат берді. Психолог маман да өзінше бүкіл ақпаратты сіздерге беруге тырысты, және де осы подкасттың соңында біз бір адамға болсын пайдамыз тисе, ол бүгінгі подкасттың нәтижесі деп білеміз. Қош, сау болыңыздар.